Тектұрмас кесенесі 10-14 ғасырлардан келе жатқан сәулет ескерткіші. Президент тапсырмасын жүзеге асыру барысында Жамбыл облысының 80 жылдығына орай Тараз топырағынан Тектұрмас этно-тарихи кешені ашылған болатын. Үлкен баспалдақтар мен бақылау алаңшалары салынды, тағы да өзге архитектуралық элементтер жасалды. Бұдан өзге билеушілердің есімі жазылған 14 ескерткіш хан шатырлары түрінде бой көтерді. Кешенге кіреберістен басталатын баспалдақтар мен кешен ішіндегі жолдардың барлығы жергілікті табиғи қызыл тастан жасалған, яғни құрылысқа қажетті материалдар киелі жердің өзінен алынып отыр. Таразға жолыңыз түсіп, Талас өзенінің оң жағалауын бойлай жүрсеңіз, шаһардың оңтүстік-шығыс шетінде тұрған алып кешен көзіңізге оттай басылады. Достар, видео ұнаса, лайк басып, төменге комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.